Барлықтарыңызға сәлем. Бұл видеода жазды қызықты өткізуге арналған идеялар айтатын боламын. Мен блокнотыма барлығын тізіп жазып қойдым. Қазір сіздермен бөлісемін. Мен жалпы жазды айналамызды тазартып бастаған дұрыс деп ойлаймын, өйткені жаңа жерге жаңа заттар келеді деген сияқты ұғым бар. Яғни көбіне негізі біз жазғы демалыстарға, жазғы уақытқа қалдырамыз ғой. Шкафты, телефонды, біздің косметикаларымыздың барлық заттарды полный расхламение жасап, бір тазартып алу. Бұл бірінші. Сонымен қатар үйде де өзгерістер енгізуге болады. Мысалы, жиһаздардың орнын ауыстыру, перделерді ауыстыру, немесе жаңа бір гүл әкеліп қою деген сияқты оның барлығы бір жаңашылдық сезім береді және көңіл-күй сыйлайды. Және үшіншісі, өзіміз жазға жаңа образбен кірсек болады. Көптен ойланып жүрген шаш үлгісін қию және де осы жазда сұлулыққа мән беру. Яғни әдемі прическалар жасау, күтіміңізді жаңалау, немесе жаңа күтім қосу деген сияқты киім үлгіңізде де белгілі бір өзгерістер енгізу, немесе жаңа киімдермен әдемі гардеробыңызды толықтыру. Сонымен қатар жазғы уақытта біз көбірек таза ауада уақыт өткізуге тырысамыз, өйткені қысты күндері, салқын күндері біз көбіне далада жүре алмаймыз, таза ауада серуендей алмаймыз. Сол себепті осы жазғы уақытты максималды түрде пайдалану керек. Соған орай сіз таза ауада пикник ұйымдастырып жасаңыз болады. Біріншіден өзіңіз немесе өзіңіздің жолдасыңызбен, немесе жігітіңізбен әдемі бір сондай романтикалық кеш ұйымдастыруға болады. Достарыңызбен, коллегаларыңызбен, мысалы жұмыстан шаршап шыққан кезде, мысалға теңіз жағаға барып, немесе паркке барып, пледті жая салып, сол жерде уақыт өткізген, сол жерден даже тамақ ішкенде өте жақсы сезімдер береді. Және де ол жақсы естелік болып қалады. Бесінші, физикалық активності далада жасау, яғни таңертең жүгіруге шығу, жаяу жүру деген сияқты, немесе паркке барып йога, пилатес сияқты жаттығулар жасау. Бұл да бір физикалық жағынан да, психикалық жағынан да өте жақсы пайдасын тигізеді. Және алтыншы, осы бағытқа велосипед айдауды жатқызар едім. Жазғы уақытта, кешкі уақытта велосипед айдап, сіздің қалаңыздың сіз білмейтін көшелеріне бару, ол жерден сіз жаңа дүкендерді, жаңа орындарды өзіңізге ашатын боласыз. Бұл да бір өте жақсы, қызықты уақыт өткізу болып табылады. Сонымен қатар сіздер достарыңызбен, бір топ адамдармен бірге велосипед айдау да өте қызық. Және жетіншіден, ол жаңа қызығушылық табу. Бұл биге қатысу болуы мүмкін, әнге қатысу, немесе ораторлық шеберлікке қатысу мүмкін. Мысалы, мен соған қатысуды қазір қатты қалап жүрмін. Осы жаз басталмай тұрып, мен мамыр айында биге барып бастадым, пилатесқа барып бастадым. Сондай сияқты сіздер де өміріңізге жаңа бір бұрын соңды болмаған қызығушылықты енгізсеңіз болады. Сурет салу деген сияқты қызығушылық сізге одан ары қарай жалғасып, сүйікті хоббиіңізге да айналуы мүмкін. Және сегізінші пункт, бұл жаңа рецепттер деп аталады. Яғни осы жазда болатын, жазда өсетін маусымдық жемістер, көкөністер, жидектер, солардың барлығын пайдаланып, өзіңіздің рационыңызды әртүрлі қылу, жаңа смузилар, лимонадтар, салаттар, күшті выпечкалар жасап жүрсеңіз болады. Сонымен қатар жазда, мысалға мен өзім көп ұмытып кетемін. Жазда жидектердің барлығын заморозка жасап, мысалы қысқа алып қоюға болады. Тоғызыншы, бұл саяхат, яғни жазды бірнеше бөлікке бөліп қойға болады. Сол аралықта өзіңіздің қалаңыздың айналасындағы табиғатқа шығу, немесе тарихи бір жерлерге бару деген сияқты, немесе Қазақстанның ішінде саяхаттауға болады. Осындай бір пунктті енгізіп қойсаңыз болады. 10-шы, бұл мәдени демалыс, яғни театрларға, киноға, концерттерге бару. Арт көрмелер болады. Инстаграмдарда, арнайы сайттарда қалада болатын әртүрлі шаралардың уақыты шығады. Сіз соларды қарап, өзіңіздің графигіңізге енгізсеңіз болады. Қалада неше түрлі фестивальдар, неше түрлі көрмелер, әртүрлі шаралар ұйымдастырылады. Солардан қалмасаңыз, жазыңызды қызықты өткізсеңіз болады. Соңында қосқым келетін екі зат. Ол біріншісі, жазда көбірек суретке түсіңіз, көбірек естеліктер жинауға тырысыңыз, және сол естеліктерден
сіз мини-альбом жасасаңыз болады, немесе белгілі бір цифрлық альбом, яғни сіз өзіңіздің сотыңызда немесе компьютеріңізға сақтап қойсаңыз болады. Және келесі кеңес бұл сіздің қазіргі кезіңізде өзіңіздің 1 жыл, 3 жыл, 5, 10 жылдан кейінгі өзіңізге хат жазу немесе осындай видео обращение деп айтады ғой, сол сияқты видео жазу, кейін сол уақыт өткеннен кейін соны қарап не өзгерді деген сияқты бір өзіңізді саралап алсаңыз болады. Неге осындай мен тізім дайындадым, сіздерге ұнады деген ойдамын. Өзіңіздің жазыңызды жоспарлап, яғни оның барлығын ойда ұстау ол жеткіліксіз. Негізінде сізде қалай удобно, телефонға немесе осындай блокнотыңызға жазып, қасына датасын да жазып қойсаңыз болады. Сөйтіп өзіңіздің жазыңызды жоспарласаңыз қызықты өтеді деген ойдамын. Барлықтарыңызға жаздың жайдарлы, өте қуанышқа толы болуын тілеймін. Ал барлықтарыңызға сау болыңыздар.